Роберт Кийосаки, бай әке, кедей әке. Бірінші тарау. Роберт Кийосакидің тарихы. Менде екі әке болды, бай және кедей. Біреуі білімді, ақылды, докторлық дәрежесі бар, 4 жылдық университетті 2 жылда аяқтап шыққан адам. Сонымен қатар Стэнфорд, Чикаго және солтүстік батыс университеттерінде оқыған. Екінші әкесі 8-ші сыныпты да аяқтамаған. Екеуі де үлкен мансапқа ие болған және өмір бойы екпінді жұмыс істеген адамдар. Екеуі де көп табыс тапқан. Біреуі ғұмыр бойы қаржы тапшылығымен күресумен болса, екіншісі Гавайядағы ең бай адамдардың бірі болған. Біреуі ондаған миллион долларды өзінің отбасына, қайырымдылық орындары мен шіркеуге өсиет етіп дүниеден өткен. Екіншісі өзінен кейін төленбей қалған есеп шоттарын қалдырған. Екеуі де мықты, ардақты және сыйлы адамдар болған. Екеуі де маған ақыл кеңестер беретін, бірақ олары қарама-қайшылықты және әртүрлі болатын. Олар менің білім алуыма үлкен мән берді. Егер де менде бір ғана әке болғанда, мен оның кеңестерін қабылдап, немесе қабылдамаған болар едім. Олар екеу болғандықтан маған екі пікірді, яғни біреуі байдікі, екіншісі кедейдікі, үнемі салыстырып отыруға мүмкіншілік берді. Бұлардың пікірлерін қабылдауға немесе қабылдамай тастауға жағдайым бола тұра, олардың айтқан сөздерін, терең ойларын салыстырып, өз ойымның елегінен өткізіп, таңдап алуды мақұл көрдім. Дегенмен бұл жағдайдың бір қиыншылығы, бай әкем әлі де болса байып үлгерген жоқ еді, ал кедей әкем кедей болып үлгеріп еді. Екеуінің де мансаптары жақында ғана басталған еді. Екеуі де өз отбасыларын қамтамасыз етулері қажет болды. Бірақ ақша туралы олардың көзқарастары тым әртүрлі болатын. Мысалы, біріншісі ақшаға құнығу барлық жаман істің түп тамыры десе, екіншісі барлық жаман істің түп тамыры ақшаның жоқтығы дейтін. Менің бала кезімде осындай беделді екі әкенің ықпалымен өмір сүру қиынға соқты. Мен жақсы әрі тіл алғыш бала болғым келді. Бірақ олар маған қарама-қайшы пікірлер айтумен болды. Әсіресе ақша жөніндегі көзқарастарының ерекшелігі маған үлкен ой салатын. Осының бәрін зерделеп, зерттеп, түсінуге итермелейтін. Сөйтіп олардың айтқан сөздері жөнінде көп ойлана бастайтын болдым. Менің біраз уақытым ойлануға кететін еді. Әсіресе ол неге бұлай дейді деген ой көп келетін. Біреуінің айтқан пікірін екіншісіне сұрақ етіп қоятынмын. Әрине, маған, оныкі дұрыс, мен мұнымен келісемін, немесе шал өз айтқанын өзі білмейді деп қоя салуға болатын еді. Алайда менде екі жақсы көретін әкелер болғандықтан, көп ойланып, ең аяғында өз пікірімді қабылдауға әкеліп соқтыратын. Ақырында біреудің пікірін жай тыңдап, қабылдап, немесе одан бас тартқанша, өзінше ойланып, шешім қабылдаудың артықшылығына көзім жетті. Байлардың одан сайын байи түсуі, кедейдің одан әрі кедейленуі, ал орта класс өкілдерінің қарыздан шықпаушылығы себептерінің бірі, ол адамдардың ақшаның не екенін мектепте білмей, үйде білушілігі. Бала ақшаның не екенін ең бірінші өз ата-анасынан үйренеді, ал кедей адам баласына ақша туралы не айта алады? Ол тек қана мектепте оқы және тырысушы бол дейді. Мүмкін бала мектепті жоғары бағалармен аяқтар. Бәрібір онда қаржы туралы кедейдің ой пікірі қалыптасады. Себебі оған ол бала кезінен үйренген. Мектеп ақша жөнінде оқытпайды. Мұғалімдер ғылыми және кәсіби біліктіліктерін артыруға тырысып, қаржы туралы ойласпайды. Міне сондықтан да банкирлер, дәрігерлер және бухгалтерлер мектепте жақсы оқығандарына қарамастан өмір бойы қаржы тапшылығын сезінумен болады. Біздің мемлекетіміздің көп қарыздары бар. Мұның басты себебі жоғары білімді саясаткерлер мен үкімет шенеуніктерінің қаржы жөнінде білімдерінің мардымсыз және шала болулары салдарынан. Олар қаржы мәселелері туралы көбіне сауатсыз шешімдер қабылдаушылықтары болып табылады. Мен алдағы жаңа мыңжылдықта материалдық және дәрігерлік көмекті қажет ететін миллиондаған адамдармен не болар екен деп ойлаймын. Сөз жоқ, олар өз отбасыларына немесе үкіметке тәуелді болады. Ал дәрігерлік және зейнетақы қорларында ақша бітсе не болады? Халық сонда қалай күн көреді? Егерде балабақша дегеннің не екенін көпшілігі кедей ата-аналарынан ғана үйренсе. Менде маған ықпал ететін екі әке болғандықтан, мен ол екеуінен де үйрендім.
олардың берген кеңестерін, бөліскен ой-пікірлерін жиі ой елегінен өткізіп, ақырында ойдың адам өміріне қандай және қалай ықпал ететініне көзім жетті. Менің кедей әкем ондайды өзіме жасауға менде жағдай жоқ деп жиі айтса, екіншісі мұндай сөздерді айтуға тіптен тыйым салатын. Ол мұндай жағдайды өзіме қайткенде де қалай жасай аламын деп ойлану керек екендігін нығыздап айтатын. Бірінші пікір тұжырым, ал екіншісі сұрақ. Біріншісі көнушілік, екіншісі ойлау. Тез байыған әкемнің түсіндіруі бойынша, мұндайларды өзіме жасауға жағдайым жоқ деп айтқан сәттен бастап-ақ, адамның миы автоматты түрде ағытылып, қайтып оған оралмайды дейтін. Оның бұлай түсіндіруі әрине барлық дүниені тегіс сатып алушылық деген емес еді. Ол әлемдегі ең мықты компьютер адамның ой өрісін жаттықтыруға болатындығына кәміл сенуші еді. Мен өзіме мұндай жағдайды жасай алмаймын деушілік, дәрменсіздік, ойдың жалқаулығы деп есептейтін. Менің екі әкелерімнің жұмысты көп істегендеріне қарамастан байқағаным, біреуі ақша туралы сөз көтерілгенде миын жаттықтыра бастайтын, ал екіншісі оны ұйқылы селқос жағдайда ұстайтын. Сөйтіп, бәрін айта келгенде, біреуі қаржы мәселелері бойынша ерен табыстарға қол жеткізсе, екіншісінің жағдайы керісінше болды. Яғни күнде тренажерлық залға барып, жаттығушы адаммен күні бойы диванда отырып, газет оқып, телевизор көрушілікпен айналысатын адамның арасында қандай айырмашылық болса, мұнда да нақ сондай айырмашылық бар еді. Күнделікті жаттығу адам денсаулығының мықты болуына көмектессе, ал ақыл-ойды, ой-өрісті жаттықтыру байлыққа жеткізеді. Жалқаулық адамды денсаулықтан да, байлықтан да ада қылады. Менің қос әкем әртүрлі көзқарастарды дәріптеп келді. Біреуі кедейлерге қамқорлық жасау ретінде байлар үлкен салық төлеуге тиісті деп есептесе, екіншісі салықтар жұмыс істеушілер үшін жаза, ал түк бітірмейтіндерге сый дейді. Бір әкенің кеңесі ұқыпты оқы, түбінде жақсы компанияда жұмыс істейсің десе, екіншісі ұқыпты оқы, сонда сен жақсы компанияны түбінде сатып аласың дегенді айтады. Біреуі мен бай емеспін, себебі менің балаларым сендер барсыңдар дейді. Екіншісі мен бай болуым қажет, себебі балаларым сендер барсыңдар дейтін. Біреуі ақша және іс туралы ас үстінде айтуды қаласа, екіншісі ақшаны әңгіме қылуға тыйым салатын. Біреуі ақшамен байқап қимылда десе, екіншісі тәуекелділікті басқаруға үйрен дейді. Біреуі біздің үйіміз біздің үлкен капитал жұмсауымыз деп есептесе, екіншісі егер үй капитал жұмсау болса, онда адам айтарлықтай ақша проблемалары туындайды дейді. Екеуі де төлемдерді уақытында төлейтін, бірақ біреуі алдымен, екіншісі соңынан. Біреуі өзін қартайған шағында компания немесе мемлекет қамқорлыққа алады деп есептейтін. Ол әрқашан жалақының өсуіне, зейнетақы қорларына, дәрігерлік жеңілдіктерге, ауруға байланысты төлемдерге, демалысқа және сондай тағы басқаларға үнемі көңіл бөліп отыратын. Оған екі ағайынының 20 жылдан астам армияда қызмет етіп, ғұмыр бойы тағайындалған жеңілдіктер мен отставкаға шыққандары қатты әсер ететін. Армияның отставкадағы зейнеткерлеріне дәрігерлік жеңілдіктер берілуі және олар үшін арзан бағалы дүкендердің болуы оған өте ұнайтын. Өзінің университеттегі үлкен лауазымды жұмысын мақтан тұтатын. Кей уақытта оған намыстың өзінен гөрі өмірлік жұмысқа орналасу мен жеңілдіктер артық көрінетін. Бір әкем үлкен күшпен 10 шақты долларды әзер жинайтын, екіншісі өз ақшасын әртүрлі салымдыққа салатын. Біріншісі мені жақсы жұмыс табу үшін әсерлі резюме жазуға үйрететін. Екіншісі маған басқаларды да жұмыспен қамтамасыз ету мақсатында ойластырылған қаржы және бизнес жоспарларын қалай жасау керектігін көрсететін. Сөйтіп, екеуінің де ықпалы маған адам өміріне ойлану тәсілінің қалай әсер ететіндігін көріп, білуге мүмкіндік беретін. Мен шындығында адам ойының өмірді қалай қалыптастыратындығын байқадым. Мысалы, менің кедей әкем мен еш уақытта бай болмаймын дейтін. Айту керек, оның бұл көрегендігі орындалды.
Екіншісі, керісінше, өзін бай адаммын деп санайтын. Тіпті ол үлкен қаржылық сәтсіздіктің салдарынан түбегейлі банкроттыққа ұшыраса да, өзін баймын деп айтатын. Мұнысын былай деп түсіндіретін: кедейлік пен банкроттықтың арасында үлкен айырмашылық бар. Екіншісі уақытша жағдай, ал біріншісі мәңгілік. Сонымен қатар, менің кедей әкем мені ақша қызықтырмайды, немесе әңгіме ақшада емес дегендерді жиі айтатын. Ал бай әкем ақша ол билік деп кесіп айтатын. Расында, адам ой қимылының қандай күші бар екенін кім есептеп көрген? Дегенмен, ойланудың маңыздылығын мен бала кезімнен аңғарғанмын. Менің пайымдауымша, кедей әкемнің кедейлігі ақшаны аз тапқандығынан емес, ол аз алмайтын. Оның себебі ол солай ойлап, солай қимыл жасайтын. Менде екі әке болғандықтан, мен бала кезімнен екі ақыл кеңестің қайсысын өзіме таңдап алуды жан-жақты салыстырып ойластыратынмын. Қайсысын тыңдауым қажет, бай әкені ме, әлде кедейім бе? Екеуі де оқып білім алуға үлкен мән беретін. Бірақ нені оқу керек? Оқудың қай түрі маңыздырақ? Бұлар туралы олардың пікірлері үйлеспейтін. Біреуі мен жақсы оқып, жоғары білім алып, үлкен жалақы алу үшін жақсы жұмыс тауып алуымды қалайтын. Ол менің адвокат, бухгалтер немесе менеджер болғанымды жақсы көретін. Екіншісі, қалай бай болуға, ақшаның қалай жұмыс істейтіндігін білуге, қайткенде оны өз пайдаңа жұмыс атқаруға мәжбүр етуді білуді, оқып үйренуге кеңес беретін. Мен ақша үшін жұмыс істемеймін, ақша мен үшін жұмыс істейді деп жиі қайталайтын. Ақырында мен 9 жасымда бай әкеден ақшаны не екенін білуге бел шештім. Кедей әкемнің ғылыми атақ дәрежелеріне қарамастан, оның ақыл кеңестерінен гөрі бай әкенің ой пікірлерін қалауды ұйғардым. Маған Роберт Фросттың берген сабағы. Роберт Фрост менің сүйікті ақыным. Маған оның көп өлеңдері ұнайтын, ал мынау солардың ішіндегі «Басқа жол» атты өлеңі ең сүйіктісі. Бұл өлең күн сайын неменеге үйретеді, мен соны пайдаланам. Бұл өлең туралы көп ойландым. Үлкен білімді әкемнің пікірін қабылдамау өте қиынға соқты. Дегенмен, бұл шешім өз өмірімнің айқындаушы бағыты болды. Осыдан кейін менің қаржы туралы оқуым басталды. Бай әке мен 30 жасқа толғанға дейін 30 жыл бойы оқытты. Ол бұл оқуды менің көбіне көп басыма кіре бермейтін қағидаларды күнделікті нұқып түсіндірудің арқасында оны игеріп шыққаныма әбден көзі жеткеннен кейін ғана тоқтатты. Ақша биліктің бір түрі, алайда бұдан да күшті ол қаржылық білім. Ақша келеді және кетеді. Ақшаның қалай жұмыс атқаратынын білсеңіз, онда оларды басқара аласыз. Бұл байлыққа жетудің алғашқы жолы. Жалғыз оң көз қарастық жеткіліксіз. Адамдардың көпшілігі мектептен ақша туралы ешқандай білім алып шықпай, ғұмыр бойы ақша үшін жұмыс істейді. Менің қаржы туралы оқуым басталғанда, мен 10 жаста ғана едім. Сондықтан бай әкемнің сабақтары жай қарапайым ғана болатын. Негізінде менің 30 жыл оқығанымды 6 сабақ ретінде жазып шығуға болады. Бұл кітапта маған кезінде бай әкенің берген сабақтары қарапайым түрде баяндалған. Мұнда сұраққа жауап берушілік жоқ. Тек қана негізгі принциптері, жалпы нұсқаулар берілген. Олар әрине біздің мынадай мазасыз және құбылмалы өмірімізде қандай өзгерістер болса да, сіздің балаларыңызға бай болуларына көмектеседі. Құрметті тыңдарман, каналдың дамуы үшін каналға жазылып, және де біздің жаңа аудио кітаптарымыз сізге көрініп тұру үшін қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сын пікірлеріңізді комментарий бөліміне қалдырыңыз.